Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы поэма жанрының ерекшелігі. Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Оқу мақсаты: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасын, тілді көрінісін талдау. Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Мұқағали поэмаларының ең асылы, ең биігі деп Моцарт жан азасы мен аққулар ұйықтағанда деген дүниесін айтамын. Бұлар алтын ішіндегі меруерттей сәуле шашатын ұлы дүниелер. Аққулар ұйықтағанда поэмасы 1973 жылы Жалын альманағында жарияланды. Мұқағалимен кездескенде поэмасын көп мақтадым. Тұмаш осы поэманы Ғабит ағаға апарып оқыдым. Разы болып, мына алтын қаламды сыйлады, деді Мұқағали. Мен өте дұрыс еткен екенсің, Мұқа, Ғабекең ұнатса бүкіл халық ұнатады деген сөз, дедім тебіреніп. Мұқағали бір ойға шомып үнсіз қалды. Бұл Мұқағалидың өзінің аққу әні еді. Мұқағали жыр жазудың шебері. Осы поэмада басы артық дүние жоқ. Абай айтқандай, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деп өлшемге композициясында сыйып тұрған поэма деп Тұманбай Молдағалиев баға берген болатын. Аққулар ұйықтағанда поэмасының кейіпкерлері, олардың іс-әрекеттері, адами қасиеттері. Ең басты кейіпкер бізде ана, яғни баланың анасы, нағыз ана, бала жан, баласы үшін аққуды атты, баласы үшін бәріне де даяр, қамқор жан, ер жүрек, батыл, өзінің баласына деген махаббаттан киелі аққу құсты атып өлтіргендіктен баласынан да айырылды. Баланың әкесі адал жан, халық дәстүрін қастерлейді, киелі аққу құсты атудан бас тартады. Тәуіп шал, мейірімсіз, таяз ойлы, есінен ауысқан адам, баланың ата-анасын өтірік айтады. Жылқышы қарт, түсінігі мол, көргені көп, парасатты, ақылды, данышпан, ол анаға ақыл айтып, оны дұрыс жолға қоюға тырысты. Тапсырма: мұнда кейіпкерлер сөзі берілген, оны қай кейіпкердің сөзі екенін табуымыз керек. Мана күндіз тәуіп шал не деп кетті? Кімнің сөзі? Аққу мен баланы аластаңдар. Апырай, қалай барам? Жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі? Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Осы сөздер қай кейіпкерге тән екенін белгілеу. Және қорытынды сұрақтар: Аққулар ұйықтағанда поэмасы қай жылы жазылды? Аққулар ұйықтағанда поэмасының көлдің аты? Ана не себепті аққуды атты? Ананың ойын улаған кейіпкер? Ананың әкесі, баланың әкесі не себепті аққуды атудан бас тартты? Анаға ақыл айтып үйіне қайтарған кейіпкер. Бұл қорытынды сұрақтар Аққулар ұйықтағанда поэмасын қорытындылау мақсатында қойылған болатын. Ал енді кері байланыс тапсырмасы: Аққу көлдің еркесі атты шағын эссе жазу.